жырау. Жас кезінде Дүрөңғар деген атты алған адам арғы қыржақтың шөмендері ертіп жүреді екен. Жыр жырлап Әлімнің Төребайы Ағытай деген би ары қарай Орынборға керуенмен кетті. Қасына жырау ертіп жүрген оңғарды ерте шықты. Сол кезде жолдағы байлар Алмат Самұраттың үйінде біртін қонақ болып Алмат Самұраттың үйінде таңға дейін жырлап, таң алды. Алмат өзі семізде Самұрат толықтай аузарын жамбас қалтасынан бет орамалын алып жатқан кезде айтып жатқан жырын тоқтатып, ілтипатпенен жолықтың мөңкей қабылан жолбарысқа, дүниян ерлер, салмады ерлер жамбасқа, көргенді билер қозғалып, қолдарын салды жамбасқа, бір тай мінсем айыппа кездесті ылғи марғасқа, ағаның берген сақыттың амалын барын алмасқа деп жырлап бара жатыр дейді ортасында. Оған жай еш нәрсе берейін деп жатқан жоқ, терін сүртетін бет орамалын алып жатқан қалтасында. Ертеңіне жырлап болып шыққаннан кейін Самұраты жылқысы үшін шақырды. Оған бар үлкен талаптағы бала екен. Алдына бір кіші қысырақтың үйірін сал деп, алдына 25 сом қойып, ол кезде бір қойдың бағасы 1 сомның кезі екен. 25 бас қой бірер жылқын айдап қайтты дейді оңғар жырау. Сол оңғар жыраудың бастауы бастауын орындап қайтты. Ерлерім сөйлеп деген есендікпенен көрініп, бас тартайын мен неге қызметіңнен жерініп, сатулы сөзім сірә жоқ сақтанып айтар керіліп, сөз бұлдаған емеспін ей малдан молға емініп, халық қаумалап сөйледі бау, алқалап алса ортаға кетуші едім желігіп, қажымас қара мен жорғаң ертеңнен шапса тебініп, қызыл тілім сөз толға назарын салып оң солға, сөйде деп саған кім айтады қалған соң жерге көміліп. Жақсыда жырау емеспін, өлеңін пұлдап ақалған, жаманда жырау емеспін, таусылып сөзі тақалған, сарапта сөзім сыналсаяу, кемдемес ешкім қатардан. Ой пәлай деген сөздерім аз емес аппен шапаннан, келе-келеп күлсеңдер кем тимейді-ау бақаннан. Ел көгерер деген бар елден бір алғыс бат алған, осыны айтқан мен едім-ау жасымнан оңғар атанған, жасымнан оңғар атанған.